Үшінші нөмірдегі тапсырманы қарастырайық. Пробел және төмен нұсқары басулы болса, кейіпкер төменге жүгіреді. Пробел және жоғары нұсқары басулы болса, кейіпкер жоғары жүгіреді. Пробел және оңға нұсқары басулы болса, кейіпкер оңға жүгіреді. Пробел және солға нұсқары басулы болса, кейіпкер солға жүгіреді. Тапсырманы орындауға кірісейік. Оқиғалар тарауында бізге пробел батырмасы басылған кезде блогы қажет. Одан кейін басқару тарауына кірісеміз. Бұл жерде бізге әрқашан блогы қажет болады. Енді бізге егер онда блогы қажет болады. Сенсорлер тарауына ауысамыз. Ол жерде бізге пробел батырмасы басылған ба блогы қажет. Оны біз егер онда блогының ішіне орналастырамыз. Тек пробел мәнінің орнына төмен нұсқары мәнін қою қажет. Бізде егер төмен нұсқары батырмасы басылған кезде комбинациясы пайда болды. Енді қозғалыс тарауына ауысамыз. Бұл жерде бізге 90 бағытына бұру блогы қажет болады. Бірақ 90 бағытына бұру блогында біз 180 градусты таңдаймыз. Одан кейін бізге 10 қадам жүру блогы қажет. Басқару тарауында бізге алдыңғы блоктың астына орналастыратын егер онда блогы тағы бір рет қажет болады. Сенсорлер тарауында бізге пробел батырмасы басылған ба блогы қажет. Тек пробел мәнінің орнына біз жоғары нұсқары мәнін таңдауымыз керек. Қозғалыс тарауына ауысамыз. Бұл жерде бізге 90 бағытында бұру блогы қажет болады. Біздің жағдайымызда кейіпкер жоғары жүгіруі керек. Сондықтан біз 0 градус мәнін таңдаймыз. Бұдан кейін 10 қадам жүру блогын таңдаймыз. Енді жасыл жалаушаны басамыз. Біз пробел және жоғары нұсқары пернелерін басқанда, біздің кейіпкеріміз жоғары жүгірді. Пробел және төмен нұсқары пернелерін басқан кезде, біздің кейіпкеріміз төмен қарай жүгірді. Тапсырмаға сәйкес бізде әлі де екі шарт бар. Пробел және оңға нұсқары басулы болса, кейіпкер оңға жүгіреді. Пробел және солға нұсқары басулы болса, кейіпкер солға жүгіреді. Бұл екі шартты сендер өздерің орындауларың керек. Одан кейін тәжірибе жасаңдар, қызықты нәтижелерді көресіңдер.